Креативті мұғалім заман талабы. Креативті педагог құзыреттілігі ұғымының мазмұны төмендегі белгілерден тұрады. Білімнің жұмылдырылуы, білімді пайдалана білуі, әдістердің икемділігі, сыни ойлауы, шешімді қабылдау іскерлігі, біліктілігі. Креативтілік ұғымы шығармашылық, дарындылық шығармашылыққа икемділік деңгейін білдіреді. Тұлғаның шығармашылық құзыреттілігінің құрылымына мынандай қасиеттер жатады. Шығармашылыққа икемділік, мәселелерді шешу, өзіне деген сенімділігі, талдауға деген икемділік. Жолдаудағы мақсат, міндеттерін іске асыру әр педагог парызы. Жауапкершілігі шексіз, қадірі мол, мамандық иесінің ұрпаққа білім мен тәрбие берудегі алар орнын әр мұғалім бар болмысын сезінгені абзал. Өйткені бәсекеге қабілетті тұлға даярлауда білім сапасын көтерудің негізгі тетігі білімді әрі креативті ұстаз. Бүгінгі шәкірт, ертеңгі ел тізгінін ұстар мемлекетіміздің болашағы. Қазіргі кезде жас ұрпаққа сапалы білім мен саналы тәрбие беруге мемлекеттік деңгейде мән берілуде. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауларында ұлттың бәсекелестік қабілеті алдымен оның білім деңгейімен айқындалатыны деп атап көрсетілген. Оқушының білім алуы, ақпаратпен жұмыс істесек, оны қатаң түрде басқаруға болады. Сондықтан білімді ақпараттандыру компьютермен, электрондық құралдармен жұмыс істеумен шектелмейді. Оқытуға, ақпараттар тұрғысынан қарау педагогика алдында көптеген мәселелер қойып отыр. Баланы оқытудың мақсаты оны әрі қарай мұғалімнің көмегінсіз ақ дамуға қабілетті ету деп көрсетті Элберт Хаббард. Ол үшін мұғалім көштен қалмай өз біліктілігімізді арттыру мақсатымен оқудағы жаңа әдіс-тәсілдерді енгізу арқылы сабақ беру үдерісін қызықтыру керек. Оқушылар тек тыңдаумен айналыспай, білім алуда белсенді әрекет ету керек. Белсенді оқу аясында көңілді білім алады. Жаңартылған және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан мұғалімдер өз шеберлігін көрсетеді. Мұғалімдер оқушылардың не білетінін және не жасай алатынын, сонымен қатар олардың қызығушылықтарын, әр оқушының нені жақсы көретінін және не істегісі келетінін түсінуге тырысады. Тек өз шығармашылығын шыңдаған ұстаз ғана жаңаша, креативке толы білім береді деп сенемін. Креативті тұлғаны тек креативті ұстаз ғана тәрбиелей алуы ұстаздар мен білім алушылардың білімділік және кәсіби шеберлігін қажет етеді. Демек, қазіргі қолданып жүрген сын тұрғысынан ойлауды дамыту технологиясын пән ерекшелігіне қарай қолдана білу, оқыту мақсатына жетудің бірден бір жолы заман талабына сай электронды оқулық, интернет, веб-сайтты қолданудағы жаңа ақпаратты технологияларды пайдалану саяси экономикалық пәндер үшін маңызы зор. Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында. Сабақты тартымды өткізіп, оқушылардың қызығушылығын арттыру үшін әр сабағымызды түрлендіріп отыру шарт. Ол үшін тек бір технологиямен шектеліп қалмай, әртүрлі технологияның элементтерін пайдалану қажет. Қорытындылай келе айтарым, кемел білім берілмей, келісті ұрпақ өспейді дегендей, сол келісті ұрпақтың келешегі үшін бүгінгі ұстаздар алдында 21 ғасырда әлемдік жетістікке жету жолында оқу тәрбие үдерісінде өткенге қарап бас иетін, болашаққа қарап білек сыбанатын, креативті, қатаң бәсекелестікке төтеп беретін білімді, жаңашыл, жаны таза оқушылар тәрбиелеу үшін жұмыла бірігіп еңбектенуіміз қажет.